Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз фетучини жасайтын боламыз. Яғни тауық еті сливочный соуспен. Алдымен бізге тауықтың төс еті қажет. Тауықтың төс етін алып, жақсылап, орташа етіп тураймыз. Сосын қайнап тұрған суға бір пачка спагеттиді салып қайнатамыз. Туралған тауық етін тұзбен, қарабұрышпен және де паприка салып жақсылап маринадтаймыз және де кішкене сұйық май құямыз. Және де тауық етінен бөлек пиязды, сливки және де сырды дайындап қоямыз. Алдымен майды қыздырып, содан соң маринадталған тауық етін салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Тауық еті қызарып қуырылған соң пиязды қосып, сары түс болғанша қуырамыз пиязды да. Содан соң сливкиді құйып, кішкене қайнатып аламыз. Содан кейін сырды айналдыра салып шығамыз. Сырды салып болған соң 1-2 минут араластырамыз. Баяу отта қоямыз астын. Сырымыз жақсылап еріген соң спагеттиді салып, жақсылап араластырамыз. Фетучини дайын. Ас болсын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Өте қарапайым әрі оңай рецепт.